Достар, Айдана мен Аянның махаббат хикаясының 3-ші бөлімінің 1245-ші бөлімі. Айдана мен Аян. Бұл екеуі бір-біріне намекті былай да тастайды, қыз да тастайды, жігіт те тастайды. Бірақ ешқайсысы бірінші қадам жасамайды. Жігіт қыздан қадам күтіп жүрме, қыз жігіттен қадам күтіп жүрме деген секілді ой келіп тұр. Сыртта бір-бірін құшақтайды та жүреді, бір-бірінің қасында отырады, бір-бірін қызғанады, ойларына келгенін істейді. Дәл ортаға шыққан кезде бүйтіп отырып қалады, білмей адам сияқты. Бұлай ортаға шыққан кезде ондай нәрсені істемегендей, бір-бірін сыртта құшақтамағандай, бір-бірін сыртта қызғанбағандай ақымақ болып қалады, өтірік ақымақ болып қалады. Кімді ақымақ қылып жүрсіңдер? Кеше Айдана ортаға шықты, солай да солай, болай деп жатыр, олай деп жатыр. Және де мен кеше көптеген көрермендердің комментариядағы пікірлерін оқыдым. Көптеген көрермендер Айданаға айтып жатыр: сен мияулап біздің миымызды ашып жібердің. Өзің мияулап Аянға намек білдіріп атсың, жақсы көретін болсаңдар ашып айтыңдар да, екеуің жұп болып, жігіт болып, қыз болып жүрсеңдерші, біздің миымызды ашытпай деген секілді пікірлер болып жатыр. Және де сенің негізгі бет-бейнең ашылып жатыр деген секілді пікірлер болып жатыр. Егер екеуің бір-біріңді жақсы көретін болсаңдар, шынында қосылыңдар. Сендерге біреу кедергі отыр ма? Жастарың жас емессіңдер. Баяғыда 18-19 жастағы балалар келіп алып, менің әкем қарсы, менің шешем қарсы деп қиялданып отыратын еді. Ондай емес. Біреуі 30-да, біреуі 21 деңгейде, демей қателеспесем, 24-25-те ме, 21 деңгейде. Екеуінің жастары үлкен. Енді шешім қабылдауға болады. Екеу сөйлесіп деген секілді. Жоқ, ортаға келіп атты, жобаға келіп алады, қиялданып отырады. Анау, мұнау, әкем, шешем, сой деп атыр, бүй деп атыр, тағы бірдеңе деген секілді. Айданаға үміткер келген кезде Аян қиялданып шығып кетті. Жаңағы ойбай бүйтіп, общем, отырды да, сосын білмеймін, шығып кетті, қиялданып, қабағын түйіп, сосын Айдана айтады: ондай агрессивный адам маған керек жоқ дейді да, сыртта екеуін құшақтап, қолынан ұстап жүреді. Ортаға келіп алып, ол мұндай бірдеңе дейді да, сыртта жоқ. Екеуі бірге отырады, бірдеңе телефондарын қарап отырады, тиктоктарын түсіріп, солай жүреді де, ортаға келіп алып, естеріне тамып қалады. Сонымен бұл екеуі жобаны да, көрермендерді де ақымақ қылып жүр. Жоба ол екеуін ортада неге жобада ұстап жүргендерін мен таңғаламын. Бұрында қоса жобасы енді басталған кезде осындай бір сәл бірдеңені байқады ма, немесе бір 3-4 күнге жобадан шеттетеді, немесе жобадан шығарып жіберетін. Қазір қатысушылар білгендерін істейді. Екеуі сыртта құшақтасады, кездеседі, тағы бірдеңе істейді, бірақ жоба оған көзін жұмып қана отырады. Егер де екеуі бір-бірін жақсы көрсе, қосылсын. Сіздердің пікірлеріңіз қалай? Жалпы бұл екеуінен болашақта жұп көресіздер ме? Екеуінен болашақта белгілі бір қыз бен жігіт болып жүріп, отбасы болып кетулері мүмкін бе деген секілді ғой. Біз ештеңе айтып отқан жоқпыз. Біз оларға ешқандай да, көрермендер де, жоба да қарсы емес, бірақ істеп жүрген іс-әрекеттері адамның нервысына тиеді. Істеп жүрген іс-әрекеттері әрине, ондай болғасын көрермендер де, басқалар да ашуланады деген секілді ғой. Өздеріңіздің пікірлеріңізді әрине комментарияға қалдырып жазып кеттіңіздер. Сіздер бұл туралы не ойлайсыздар?